Сәлем достар, мен бүгін аскеза тақырыбында әңгіме айтқым келіп отыр. Аскеза дегеніміз не және ол не үшін керек бізге? Сіз өміріңіз ауырлап, қиындап кетсе, аскеза ұстауыңыз керек. Ол мысалы әртүрлі болуы мүмкін. Bir күні мысалы голодать ету, бір күні бойы ештеңе жемеу, аптасына бір рет солай голодать етіп тұру, или мысалы тәтті көп жей берсең тәттіден бас тарту. Өзіңнің не нәрсені істей алмай жүрсің, соны істеу. Кейбір адамдар ауызға ие болу, біреулерді осуждать етпеу, өсек айтпау деген сияқты жаңағы аскеза ұстаған кезде оның бұрынғы күнәлары, мысалы жаман нәрсе істеп қойған болса, негативный нәрсе істеп қойған болса, соның бәрін жабуға сол энергия кетеді екен. Біздің солай істеген уақытымызда сила-болиямыз дамып, басқалардың алдында энергиямыз көбірек болады. Басқалар сияқты андай шаршап, қиналып жүрмейсіңдер. Главное суть түсіндіңдер ғой, короче, өзіңе не ойламайды, өзіңнің бойыңда бар қандай жаман қасиет бар, содан бас тарту керек. Мысалы, телефонға күні бойы қарайтын болсаң, осы аптада телефонсыз жүремін. Бірақ осы апта деген слишком миға ауыр болып кетеді. Сол үшін бір күнді ғана алып үйрену керек. Бір күн бойы ештеңке жаңағы сол айтқан аскезаны ұстайсың және өзің мысліне ниет қоясың. Мен осы нәрсе үшін, немесе болашақта жақсы өмір сүру үшін де осындай аскеза. Әркім өзінің аскезасын, жаңағы бұрында күнә істеп қойған едім, сол күнәларын кешіру үшін осы аскезаны ұстаймын деп ниет қоямыз. Ниет қойғаннан кейін уже енді соны істеп боламыз, ол бір-екі күн, бір апта істеп болғаннан кейін өзімізге бір нәрсе подарка істейміз. Бірақ бұл өте қиын болуы мүмкін, ұмытып кетесің деген сияқты. Сондықтан жазып отқан дұрыс, или өзіңнің өмірін жеңілдеген қаласаң, обязательно солай еңбек істеу керек.